Сәлем достар. Бүгін мен каналыма қош келдіңіздер. Достар, біз тапсырмамыз, иә? Иә. Сөз біразын белгілеп қойдық, иә? Сөздерді айтып шық. Қалай қостың? Ана. Ана дегенді мен былай гүлшкімен апырдым. Екінші сөз? Аға. Араны біз арамен қостық, иә? Суретімен, иә? Одан кейін анар, иә? Анардың суретімен қостық. Соңында қандай сөзді? Нан. Нан, дұрыс. Нанды апарып нанға қостық, иә? Мына жерде әріптерді, кішкентай әріптерін белгілеу керекпіз, иә? Осы әріптердің. Бірінші біз қызылды белгілеп қойыпсың, иә? Қызыл қандай әріп болды? Дұрыс. Адың кішкентай әріп. Дұрыс. Енді? Н бізде қандай түс? Розы, иә? Иә. Мені өзге бояуатым. Так. Бір ананы сияқты, е, чөті? Еще мына жерде тағы да бір ананы. Ағылып кетіпті ма? Қызылмен А. Енді фиолетовый дал. Фиолетовый бізде У, е? Фиолетовый У. Уды. Сосын? Тағы бар ма? У басқа жоқ. Иә. Көк дал. Л. Л. Кәне Л. Неше Л бар екен? Беглі. Басқа Л бар ма? Жоқ екен, е? Н-ны белгілеп қойдың. Р. Р бізде оранжевый, е? Кәне Р. Неше Р бар екен? Міне беглі. Бір Р бар екен. Сонда бізде ең көп қандай түс болды? Қызыл, е? Қызыл түс болды. Аға, е? Н дыбысының орнын анықта дейді. Н дыбысының? Мына жерде Н дыбысының орнын анықта дейді. Мына суреттерде қай жерде Н тұрады, соны жазып қой дейді. Мен білем. Давай. Мен Н әріпін. Міне нан. Дұрыс. Мына жерге и мына жерге. Не? Жазайын ба? Жаза сал. Сен уже аны өтіп тастағансың ғой. Давай. Күн. Соңында кездеседі. Дұрыс. Енді? Бұл не ол? Экскаватор? Комбайн. Комбайн. Ең соңында. Дұрыс. Комбайн. Ең соңында. Болды, е? Молодец. Бұл тапсырмаң бітті. Енді аяқтағы тапсырма. Буындардан сөз құра дейді. Мына жерге жазасың енді. Сызықты көріп тұрсың ғой, тура кітаптердің сызығы сияқты. Соған әріптерді жазасың. Қандай сөз құрастырдың соны? Аға. Ара. Давай. Мына жерде анық көрінбей тұр екен, ара. Мына жерден